И в общем достар сіздермен бүгін біз выживаниенің ойдан үй салатын боламыз. И бұл в общем менің выживаниемдағы уже үшінші үй болайын жатыр. И в общем осындай ход болады, и сосын осындай простой выживаниеге керек бүкіл заттар болады ішінде. И сосын осындай екінші этажға көтерілетін лестницасы және де осындай әдемі балконы бар, в общем костермен салынған төбесі. И сосын осындай арматурлар қойылады, сосын еще сундуктар бар минимальный, и сосын кровать, и сосын осындай уақыт көруге болады, шай ішуге болады, в общем сондай жер. И сосын осындай горшоктар тұрады гүлдермен, и сосын екі үйге әдемі вид бар, и сосын міне осындай әдемі балконы бар. И в общем осы үйді істейтін боламыз. Бірінші кезең іргесі. В общем ең бірінші бізге 4 блок высотамен қою алу керек. В общем біз үйді қалай бастайын жатырмыз. В общем бірінші жерден де алу керек. Сосын содан 8 блок ара қашықтықтан тағы да сондай 4 блок, сосын 7 блок ара қашықтықтан тағы блок. И сосын олардың барлығын осындай махинациямен қосып шығатын боламыз. И сосын қосып шыққаннан кейін осындай екі бөлікке бөлетін боламыз. 2 блок ара қашықтығымен, в общем осындай жер шығу керек. И сосын төбеге көтерілеміз. В общем 3 блок обычный ағаш қосыламыз. И сосын осындайдың үшеуі қосылған осындай ағашты қосатын боламыз. И сосын соны келесі андай в общем былай бөлген жерге дейін салатын боламыз. Екінші кезең стена плюс терезе. И достар, стекло мен терезені бірге қосып өйткені бұл үй чисто ағаштан салынған болады да. Менің выживаниеде онша көп ағаштармен айналыспайтынмын. Өзі 2 орман кесіп тастадым. И оның барлығы алдында мемдегі үйді салуға кетіп қалды бүкіл ағаш. И менде ағаштың запасы аз болғаннан кейін сразу стена мен терезені істеп кетіп салайын дедім. В общем видеодағыдай осындай стеналарды істеп шығамыз. И сосын бүкілін осындай топормен үстінен бір бассаңыздар ағаш осындай цветте алатын болады. В общем сыртындағы терісін алып тастаймыз да, сондай болады. В общем бұл салып жатқанымыз черный ход деген есігі. И осындай простой болады ол, просто неше бір, и сосын үстін тағы топормен басып шығатын боламыз. И осыдан кейін екінші этажға көтерілетін боламыз. Екінші этажда өте оңай, барлығы просто ағаштар мен терезені стеклоларды қойып шығамыз. И сосын топормен бөліп шығамыз барлығынан.
Үшінші кезең крыша плюс пол. Бұл жақта да өте барлығы оңай. Сосын бесіктен бастап отқан жерлердің барлығынан бір блок төмен қарай земляның бүкілін алып тастайтын боламыз да, сосын сөшке қарай доска қойып шығамыз. Ал төбе жағына қарай болса просто пол блок пен қойып шығамыз. Крышада өте оңай, негізі бұл үйдің салуына өте оңай. Если серверлерде немесе выживаниенің басында просто салуға өте ыңғайлы үй. И келесі мен салатын үйім өте қиын болайын жатыр, өйткені ол жақта детальмен өте көп, және де ол мал ресурс қалағанмен, бірақ та өте көп внимание керек болады. Если мынандай үйлер просто салу оңай болатын болса, ол үйді салу өте қиынырақ болады шамалы. И сосын бұл үйдің крышасы алдыңғы үйдегі крышасы сияқты болады. И ол жақта да жай ғана ступеньканың артынан тағы ступенька, и дәл сондай махинасының арқасында екі жақта да істейтін боламыз. И сосын крышаның бетін жабатын боламыз. Енді осы крышаның барлығын біткеннен кейін сіздерге просто іште ағаштарды осындай тез барлығын бір жаққа қаратып қойып, сосын үстеріне ағашпен шығуыңыз керексіздер. Төртінші кезең балкон. Балкон істемей тұрып, бірінші мынау креперді өлтіріп алайық, әйтпесе жарып тастаса қызық емес болып қалады. И балконда бірінші черный ход жақта балкон өте қиынырақ болады, өйткені просто если выживание басында болса өте көп костер табу қиынырақ болуы мүмкін сіздерге. Оны жай ғана кәдімгі полблокпен өзгертіп тастасаңыздар болады, немесе жай ғана осы костермен істей салсаңыздар да болады. И сосын менің осы видеода бір ашып кетті, костерларды негізі бір порядкіде қою керек, ал мен болсам жан жаққа қойып кеттім. Оказывается, Майнкрафтта костерді қалай қойғанына қарай оның алдыңғы жағындағы екі, сосын астыңғы жағы өзгереді екен. И мен оны білмедім да, и оны дұрыс істемедім. Сіздерге қате болмасын деп айтып жатырмын. Сосын мен осыны үстіне жүрген, менде суда жүретін бір ходьба, суда лед қылатын ледяной ход дейтін сондай бар. И соның арқасында мен оның үстінде өртенбеймін, және магмадан орын алмаймын. И осындай полублокпен қойып шығамыз, и сосын бүкіл жағын запонмен қосып шығамыз. Негізі видео өте түсінікті деп ойлаймын, өткені өте оңай. Мен дәл осы үйдің қарама-қарсы жағына қарай тағы да бір үй саламын. И сол үйде келесі үй болуы мүмкін, бірақ та алда мектеп келе жатыр. Сол үшін мектеп ол видео ұзақ уақыт шықпауы мүмкін, өйткені мен 9-шы классқа өтіп жатырмын, өте печально білем. И соның арқасында видео ұзаққа дейін созылуы мүмкін, тиктокта және шортста, және де осы ютуб каналымда видео ашып шығуы мүмкін. Негізі жазда да ашып шыққан, өйткені мен жаз бойы ойнайын ба деп ойлағам. Оказывается, мен жұмыс істеп кеттім. Не жұмыс істесеңіздер, дүкендегі жұмыс, дүкенде сіздер холодильник толып тұрады. Оказывается, оны мен толтырып киемін. И сондай жұмыстар болды. И бірақ та жазғы каникул маған өте күшті ұнады. Мен артық салмақ тастадым. Ең күлкілісі. Осындай Майнкрафтта осы жаза ойнаған Майнкрафтта картам. Негізі, если мен кәдімгі сіздер сияқты обычный жизньмен өмір сүрсем, бәлкім өте көп нәрсе істейтін бе едім. Соны көріп, оны ешкім білмейді, так что давайте келесі видеода кездескенше.